Ассаламу алейкум YouTube көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мини ферма орайлы. Жаңадан қосылған болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де керек болып жүрген ешкілер, іздеп жүрген таныс-білістеріңіз болса, поделиться басып, бөлісіп қойсаңыздар болады. Дәл осы видеода бойы биік теке сатылады. 9 майда 2 жасқа толады. Бағасы 150 мың деп тұр. Саудасы бар. Личкаға хабарлассаңыздар болады. Телефон номері экран бетінде. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер болады. Бұдан да керемет 3 литрден 2 литрден жоғары беретін сүтті линиядан шыққан ешкілер бар. Так, мына жердегі теке лақтар сатылады. 2 айлық болып қалды. 5 теке лақ бар. Hayt! Hayt! Түлкібас ауданы, Даван ауылы. Мынау міне лақтары. Мынау біреуі, мынау тоқалақ, мына қызыл. Екеуі де еркек. Анық па? Енесі. Қалайсыздар, амансыздар ма? Мына жерде 3 ешкі сатылады. Мынаусы Альпи, оң жақтағы. Бірінші тума енді туады, біріншін. Бірінші тума Ла-Манча сауылып тұр, бір месілі сауылып тұр. Ертербе туған. Мынау голландский занен, жасы үлкендеу. Салып туған, уаз бұл. Ордабасы фермадан шыққан ешкі. Үшеуі сатылады. Анау Альпи пиакок тегеге түсіп қойды. Бір айдан өтіп кетті түскенін уже. Шешесі 3,5 метрлік. Ұнаса жекеге шығыңыздар, адрес Шымкентте. Альпи 85 мың, ана екеуінің бағасы 75 мың теңгеден. Саудасы бар. Адрес Шымкентте. Ешқандай мастит, ешқандай ешнәрсе жоқ. Барлығы жақсы, таза желінде. Альпидің де саусағы жақсы. Ла-Манчаныкі да ешқандай ет желін емес. Ассаламу-алейкум группа. Осы 3 бас англо-нубинский шибиштер сатылады. Бұның ішінде анау қоңыры, мүйізді қоңыр туып қойған. Туғанда лақсыз, лағы сатылып кеткен. Бір желіні ауған оның, бірақ мастит емес, екі жағынан да сүт салып тұр. Тәулігіне жарты литр сүт беріп тұр. Сүті тартылайын деген ол еще ерте туып кеткен. Ана екеуі буаз. Ол екеуінің желіндерінде ешқандай ақауы жоқ. Екеуі буаз. Үшеуінің жасы бірдей. Оптымға 85 мың теңгеден кемі бар. Келістіріп береміз. Адрес Шымкентте. Үшеуін бір жайдан алатын болса, нақты алатын адамға келісім бар. Адрес Шымкент Бозарықта. Басқа да сұрақтар болса, личкаға шығамыз. Дәл осы ешкі сатылады. Екінші тума 5 литр сүті бар тәулігіне. Және де осының енесі сатылады тоже. 4-ші тума оның тәулігіне 6 литр немесе 5-7 литр беріп тұр. Ақша срочно керек болған жағдайлықтан сатып жатырмыз. Шұбар суда тұр, Шымкент қаласы. Керек болса личкасына экран бетінде тұрған номерге хабарласыңыздар. Хабарласып, бізменен келісіп, сол жерден алып кетесіздер. 5 лақ сатылатын еді. Пиакок 18 күндік.
мына әкесі ламанша, бұл ұрғашы, қалған ана үлкендері еркек, олар 1,5 айлық. Ана екеуі Альбей, екеуі Занен, үлкендердің. Мына кішкентай Альбей, Пиакок. Оптым сатылады. Бүгін алатын адамға 60 мың теңгеге беріп жіберемін барлығын. 4-еуі, 4 еркек 10 мың теңгеден, мына ұрғаш 20 мың теңге. Аналары шөп жем жеп қойған уже барлығы. Жайыла береді далада уже полный көкке. Мынау Пиакок, ламанша. Адрес Шымкентте, ұнаса жекеге шығыңыздар. Бүгін алам деген адамға еркектер 10 мың теңгеден беремін, 4-еуі бір жерден. Мынаусы 20 мың теңге беремін ұрғашына.